балада температура көтерілген кезде ең жиі қолданылатын препарат ол бізде ибупрофен суспензиясы. Ибуфен суспензиясы 2 дозировкада жүреді. 100 мг 5 мл немесе 200 мг 5 мл. Көбінде аналар осы көрсетілген дозировкамен, төменгі жағында көрсетілген дозировкамен шатастырып жатады. Бұл төменгі жағында көрсетілген дозировкасы бұл ибуфеннің объемын, яғни мөлшерін білдіреді. Мысалы 100 мл деп тұр. Ал жоғарғы жағындағы дозировка, сол дозировкаға қарап біз баланың салмағына қарай дәріні есептеп береміз. Мысалға, баланың салмағы 10 кг болса, сіздегі ибуфен дозировкасы 100 мг, онда сіз баланың салмағын 2-ге бөлесіз. Яғни 10 кг-ды 2-ге бөлгенде 5 мл. Ол бір реттік беретін доза 5 мл. Ал егер сізде 200 мг ибуфен болса, онда баланың салмағын 4-ге бөлесіз. Яғни 10 кг-ды 4-ге бөлген кезде 2,5 шығады. Сіз бір реттік доза 2,5 мл балаға бересіз.